Бүгінгі тақырыбымыз кардиогенді шок. Кардиогенді шок дегеніміз не? Определениесі. Ол кенеттен жүректің лақтырылыс күшінің төмендеуімен және де артериалдық давленияның қан қысымының төмендеуіменен 80-нен төмен және де шеткі тіндерде микроциркуляцияның бұзылысымен жүретін жедел состоянияны острый состоянияны кардиогенді шок деп атайды. Оның негізгі клиникалық критерийлері бар. Клиникалық критерийлер. Қай кезде кардиогенді шок дейміз? Біріншісі кенет әлсіздік. Ауырсыну. Яғни кенет әлсіздік, ауырсыну, осы жүрек маңайында, төс артында ауырсыну. Суық тер, жабысқақ, холодный липкий пот дейді. Себебі давление түсіп кеткеннен кейін қан плазмасы, жидкость қан тамырынан сыртқа қарай, қан тамырының поралар арқылы қан тамырының сыртына қарай шыға бастайды да, суық тер басады. Суық тер. Тағы өкпедегі сырыл, влажный хрип. Бұлда да тоже кіші қан айналым шеңберінде қан тоқырау болады, застой. Сондықтан жидкость қан тамыры сыртына шыға бастайды. Альвеоларда жинала бастайды. Отек легких сияқты. Влажный хрип. Тері түсінің, жәнегі шеткі тіндерде микроциркуляция бұзылады дедік қой. Тері түсінің цианозы. Цианоз. Немесе мраморный түс дейді, рисунок. И ентігу. Бұл яғни пациентті біз көрген кезде осындай симптомдар, клиника береді. Бұл клиникалық критерий. Және біреу олигурия. Основной негізгі осы критерийлер. Диагностикалық критерий. Диагностикалық критерийлері бірінші пульс, нитевидный, слабый пульс дейді. Жіп тәрізді пульс. Себебі қанның жүректің насос қызмет әлсірегеннен қанды периферийский сосудтарға жеткізе алмайды, нәтижесінде пульс әлсіз болады. Бұл барлық негізінен шокқа тән. Бұл жіп тәрізді пульс естеріңіздің барлық шокқа тән. Кардиогенді шок, анафилактический шок, геморрагический шок, травматический шок. Барлығына тән, тек қана бір ғана шокқа тән емес. Ол ожог. Осында ғана жіп нитевидный пульс болмайды. Так, давление түседі дедік. Диагностикасында. Сатурация түседі. ЧДД и ЧСС жоғарылайды. Компенсаторный механизм, тахикардия. Егер қан анализін алса, мысалы ода лактат, биохимия алса, лактат жоғарылайды. Себебі глюкозаның анаэробта механизм іске қосылады, өткен тақырыпта айтқандай, нәтижесінде лактат түсіледі. 2 миллимоль на литрден жоғары болады лактат. Ол өзіне өзі ацидоз алып келеді. Респираторный ацидоз. Кардиоген шоктың классификациясы бар. Классификация соңында бұл пайда болу себебіне байланысты. Мысалы, 80% кардиоген шоктың ишемия, ишемический генез. Түсінікті. Механический генез дейді. При инфаркт миокарда. Инфаркт миокард кезіндегі болатын кардиоген шок. Миогенді генез. Осы кардиомиоциттердің поражениесі болған кезде. Аритмогенді генез. Аритмия болған жағдайда. И
жедел, оң жақ қанша жеткіліксіздігі. Жеткіліксіздігі. Осындай классификациясы. Пациентті аяғын көтереміз. 20 градус. Кислород. Обезболить етеміз. Фентанил, дропиридол дейді. Фентанил 0,1 миллиграмм плюс дропиридол. Бұл жәнегі қорқынышты басады. Бұндай адамдарда эмоционалды напряжение болады ғой. Өлім қаупі өте болады, сондықтан қорқынышты басады. Ол өз алдына жәнегі ондай қорқыныш кезінде адреналин бөлініп, ол өзі шеткі қан тамырларында кислород жетіспей жатса, ол одан сайын периферий қан тамырына тартылып, одан сайын ухудшаться етеді состояние. Сондықтан бірінші осы қорқынышты басу керек, обезболить етеміз. Потом гепарин 5000 10 единица венаға. Бұл жәнегі антикоагулянт тромбтың алдын алады. И коррекция жасаймыз. ЧСС адыға коррекция. Инфузион терапия. Коллоид, кристаллоид. Аданы стабилизировать етеміз, тұрақтандырамыз міндетті түрде. Мысалға физраствор до 9%. 500 капать етуге болады. Глюкоза 5%, 400 капать етуге болады. Гелафузин 400 капать етуге болады. Бұның барлығы енді осы ЧСС пен адыны контроль жасағаны. Кристалл коллоид. Егер давление қалпына келмесе, допамин, осы адреналин мен норадреналин осылардың бөлініп пайда болады. Екеуінің несі десе болады. Расчистенегі болады десе де болады. Допамин 200 миллиграмм. Физрастормен болмаса, мысалы глюкозамен медленно капать етеміз. Асықпай капать етуге болады. Осындай алғашқы көмек жасаймыз.